өте көп өзгерістер болды. Соның ішінде білім саласында қызмет істеп жүрген азаматтардың маған қарсы шығатын жерлері де көп болды. Солардың бірі, мен келген уақытта қызметке Қазақстандағы кез келген университеттің бүкіл Қазақстанда, соның кейде ауданның орталықтарында филиалдары болды. Барлық университеттің, жақсы университеттің де, жаманның да филиалдарының барлығы да диплом беруге құқығы бар. Ол филиалдың 90%-інде ешқандай сабақ жүрмейтін. Білімді, дипломды жаңа девальвацияға ұрындырып жүрген нәрселердің бірі сол филиалдардың санының көп болатыны. Сондықтан осы нәрселердің барлығын талдағаннан кейін, қарағаннан кейін, мен шұғыл түрде заңға өзгеріс енгіздім. Оған қарсы болған білім саласының азаматтары өте көп болды. Сондықтан мен не істедім? Мен просто шұғыл заңға өзгеріс енгізіп, филиалдарда бірінші, екінші курстарда ғана жаңа базовый білім дейміз ғой, соны алсын, а дипломды тек қана головной вуз беретін болсын деген заңға өзгеріс енгіздім. Сол заңды өзгертеміз, басқа да біраз өзгерістер бар, соны өзгертемін деп парламентке келіп жатқан уақытта маған өте үлкен қарсылық жасады. Қарсылық жасап жүргендер 3 топ маған қарсы жұмыс істеді, барлығының артында қаражаттары бар. Олар осы Астанаға келіп жатып депутаттарменен жұмыс істеп, 3 топ депутаттардың барлығын бөліп алып, ішкізіп, жегізіп, сыйлап, подаркаларын беріп сөйтіп жүрді. Соның өзінде мен не деп айтамыз, жаңа депутаттардың бәрібір жаңағы олардың көбісі келісім беріп қойған, өткізбейміз деп, соларына қарамай отырып, табандылық танытып, мен сол заңды кіргіздім. Содан кейін филиалдардың барлығы жабылып қалды. Өйткені диплом бере алмайтын болса, ондай филиалға кім түседі? Ешкім де түспейді. Ал әйтпесе бір университеттің бір жердегі филиалын жабам деп сотқа берсең, ананы беретін болсаң, оны біз еш уақытта жеңе алмаймыз. Осыған байланысты ең үлкен наразылық осыдан туды. Сосын маған қарсы, мен министр болып жүрген уақытта айтып отырмын ғой, жаңағы белсенді топтар құрылып, оларға қаражат беріліп, маған қарсы үлкен кампания ұйымдастырылды. Оның барлығы жаңағы осы салада бизнес жасап жүрген азаматтардың табысының көзіне балта шапқаннан болып отырған нәрсе.